Адамда сенімсіздіктің болуының үш себебі бар. Оның біріншісі істейтін жұмысында тәжірибесінің жоқтығы, білімі бар, бірақ тәжірибе жоқ, жасап көрмеген. Екіншісі ол Құдайға сенбеу, үшіншісі бір теріс установкалардың әсерінен болады. Оны енді дұрыстау үшін не істейміз? Бірінші, тегін болса да жасап көреміз. 10 рет, 15 рет, иә. Сол кезде сен уже 20 рет жасағанда оны біліп аласың, қай жерде қандай қателік болады, оны болса қалай түзейсің, көзіңді жұмып тұрып жасай беретін боласың. Сенімсіздік кетеді, иә, бұл жерде. Екінші, Құдайға сенімсіздік. Ол біз жаңағы адамның әрбір қадамы, әрбір әрекеті қауіпсіздікке тола, иә. Біз білмейміз, қазір не болады, ертең не болады. Соған қарамай біз жұмысқа барамыз, балаларымызды үйге немесе садикке тастап кетеміз да. Міне сол сияқты кез келген істі жасап көресің тәуекел етіп. И сол жасау барысында білесің сен өзіңнің қандай екеніңді, иә, қай жерін дұрыс білмейтініңді, немесе қай жерін күшті білетініңді. Одан кейін өзіңдегі сезімдер бір ортаға барғың келеді, немесе сөйлеуге, иә, өзіңе сенімсіздік танытасың. Оны да солай барып көресің, барғаннан кейін тәуекел етесің, барасың. Барғаннан кейін сен не сезіндің, иә, нені жақсы жасадың, нені дұрыс емес деп ойладың. Міне біліп аласың. Енді жаңағы теріс установкалар, жұмыс жасау барысында, жаңағы көпшілік ортаға барған кезде сен не сезіндің? Мысалы, ол қорқыныш болуы мүмкін, ұят сезім болуы мүмкін, иә, тағы басқа сезімдер. Бұл сезімдерді психологқа барып проработка жасайсың, болды, ешқандай оның түбі ізі де қалмайды да. Маған көмектескен осы үш нәрсе. Мен жұмыс жасау көмектесті жалпы. Енді айтайын дегенім, ол адамға сенімділік деген бірден топ етіп түсе қалмайды, осылай жайлап қадам-қадаммен өзіңмен жұмыс жасау арқылы, тәуекел ету арқылы, иә, тәжірибе арқылы келеді. Өзіңізге сенімсіз болсаңыз, ешқандай уайымдамаңыз, осындайға өзіңізбен жұмыс жасап көріңіз. Міндетті түрде сізге көмектеседі. Егер ұнаса, лайк басып, комментарий жазып қойыңыз.